Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Жүктілік кезінде оғаш түстер көрудің себептері. Жүкті әйелдердің көпшілігі түнде түстерді жиі көреді. Сондай-ақ жиі үрейлі түстерде көреді. Мұның өзіндік себептері бар. Біріншіден, күндіз сіздің ойларыңыз тек жүктілігіңіз жөнінде ғана болады да, бірден сіздің соқыр сезіміңізге кіреді. Екіншіден, жүктілікке байланысты жайсыздықтар түнде сіздің ұйқыңызды бөледі. Сіз жиі оянатын боласыз, әрі түсіңіздің соңын есіңізге түсіру өте қиын және іс жүзінде іске аспайтын болады. Гормондардың көп мөлшерде бөлінуі сіздің эмоцияңызға әсер етуде үлкен рөл атқарады. Олар сіз ұйықтап жатқан кезіңізде ықпал етуі мүмкін түстердің мүлде басқа болатындығын осы жайт түсіндіреді. Ұйқы өзгереді. Жүктіліктің 3-ші триместрінің соңына таман түстердің көп бөлігі жылдам ұйқыға келеді. Ұйқы кезінде сіздің денеңіз демалады, бірақ миыңыз демалмайды. Сізге жүктілік кезінде тіпті эротикалық түстер де кіреді. Өйткені көптеген әйелдер өз күйеулеріне тартымды болудан қалдық деп қорқады. Гормондық қайта құрылу аясында болашақ аналардың көп шешілмеген қиындықтары мен шаруалары бар. Бұлар жөнінде олар іс жүзінде еш нәрсе білмейді. Көптеген қобалжулар мен қорқыныштар осыдан шығады. Кез келген болашақ ана өз денесінің өзгерісі туралы, алдыда тұрған босану жайында және өз баласын жақсы тәрбиелей аламын ба деген толғаныста жүреді. Бұл табиғи нәрсе. Сондықтан да жүкті әйелдерге жиі үрейлі, тіпті қорқынышты түстерде кіруі мүмкін. Алла елшісі: жақсы түс Алладан, ал жаман түс шайтаннан. Егер сіздерден кімде-кім өзіне ұнамайтын нәрсе көрсе, сол жағына қарап 3 рет түкірсін. Әр 3 рет көргеннен және шайтаннан пана іздеп Аллаға сиынсын. Сосын ол екінші бүйіріне жатсын, сонда бұл оған зиян тигізе алмайды және ол туралы ешкімге айтпасын деген. Әл-Бұхари сүресі. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылыңыздар.